Достар, сәлем. Біз бүгін распаковка чек жасаймыз. Мына заттардың бәрін тряпканы алып тастаймыз. Бүгін мен базардан не алғанымды көрсетемін сіздерге. Байсат базарынан. Бізбен бірге болыңыздар. Міне мен мынандай сатып алдым. Бұл лимон жейтін деп айтты. Чесноковый жумалка алдым. Бұны 1,5 теңгеден алдым. Мынау 1000 теңге деп айтты. Осындай 1000 теңгеден сатып алып келдік. Нені зелень кескенге, мен зелень турағанда өте қатты ұнатпаймын. Сол себепті осындай алдық. Сатып алдық. Камень деп айтты бізге. Камень. Өте ауыр. Өте ауыр. Бұны 1200 теңгеден алдық. Осындай шай ішетін стакандар. Прикольный. Одан қызыма мынандай алдық. Достар, ұмытпаңдар, лайк пен подписка. Міне, оны жете жақсы көрдім. Санта Клаус, люблю Санта Клаус. Санта Клаус. Ішіне не Мынандай қасықтар алдық. 12 теңгеге турецкий қасықтар алдық. Қасығы бар. Сосын мынандай қышағы бар. Сосын дәу қасығы бар мынандай. Одан осы төртеуінен бөлек бізде жүреді кішкентай чайный ложка, десертная ложка. И мындай десертный вилка. Десертный вилка. Өзім бұрыннан армандап жүргем. Осындай десертный вилка болса екен деп. Бұл этикетті білмеймін, қалай нету керек. Бұның өзінің этикеті болады, бәрімізге белгілі. Сол этикетті әлі болашақта үйрене жатармыз. Қызыма үйрету үшін. Осындай этикетті алдым. Және достар, мынандай распаковка жасайық. Қазір. Мынандай 2000 теңгеге мен осындай. Не, іші мынандай. Ыдыс. Білмеймін, бұған не жоқ. Мынандай крышкасы бар. Да, самое важное, біз еще посуда алдық. Қазір посудан распаковка жасаймыз. Мынандай дәу несі бар. Посудасы бар. Алдым. Набор. Бұны біз 35 мыңға сатып алдық. Мынандай екі блюдницасы бар. Который балық қойып жеуге болады. Мынандай кеселері бар. Тамақ ішетін. Мынандай блюдница. Либо ішіне манты салып жеуге болады.